Bir klasta tatu tәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, өстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанды арманыма ұқсатқанмын, өлгенді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыз жазым, қалдырған ізім мәңгілік, жадыңда тұрар жаңғырып.
ұстазым менің ұстазым. Білімдерін толтырдық біз кеудеге, қателіктер болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жанымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді ауасың бейнең. ұстазым ақылшы дос, той арманым арналсын саған. Енді біздің көзді ашып жұмғанша 2004 жыл бітірдік. 20 жыл өтіп кетті, 2024 жылғы. Біз енді 20 жылдық кешімізге, мектебімізге аз да болса көпте көресіздер. Мына судың несі ғой енді балдарға. Біздің кезде енді анау не болды, үлкен бірдеңе шөлдеп, сондықтан балдарға бір жағы ыстық су, бір жағы мұздай су деп, сондай бір не алдық, коридорға қоюға осында мектебімізге. Кішкене балдардың несінен үлесіміз болсын деп. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Осындай деңгейге жеткені сіздердің арқаларыңыздар. Балдардың бәрі жан-жақтан келіп жатыр. Бас қосып жатыр, бұл аңыздан жат емес. Әрқайсысы әрқалаға көшіп кетті. Бұрын мектепте мұғалімдер айтушы еді, осы күнді қадірлеңдер, бағалаңдар. Сонда біз еңбек етеміз ғой. Тап бәріміз бірге мәңгілікке жүретін сияқты боласың ғой. Тарап-тарап тардай болып шашылып кететімізді білмейміз. Содан енді 20 жылдан бас қосып тұрмыз, әркімді көрдік жан-жақтан. Бәрі енді өз қалпында өзгермеген. Аға 20 жылда мен өзгеріс көрмедім. Бәрі өз қалпында әдемі қыздар, қандай сұлу. Не өз красавицалардың арасында оқығанбыз ғой біздер. Жігіттердің өзі қандай красавчик жігіттері. Осы біздердің сыйлығымыз қабыл алыңыздар. Енді Құлан асы жаңағы бағалы деп айта алмаймыз. Біздердің шыққан үшін кішігірім бағалы балдарға. Сондай тілек айтамын. Неге қылып жатырсыздар мектепке деген жақсы сауалдармен келіп жатырсыздар. Төріңізге Құдай берсін, өздеріңізге денсаулық. Соңына әрбіріңіз әр кәсіптің иесіздер қазір. Сол кәсіптеріңізден камал тауып, семьялысыздар. Сол семьяларыңызда, шаңырақтарыңызда аманшылық,
денсаулық, мына балдардың, қыздардың, перзенттеріңіздің Құда қаласа ақтықтардың жақсы күндерін көріп, әмемзап жақсы күндерінде, жаңағы жетіскендерінде естіп, қуанып жүру әмемізге неселеді. Осы оқыған балаларымыз егер қуаныштымын, көпшілігін бұл уақыттан бері көрмеп едім, қазір барлығын таныдым, бірақ тек бір қыздан басқа несін таныдым. Күйеулеріңіз жаңағы жас қазір өздеріңіз 20 жылда онша білінбейді, біздер енді 40 жылдық биыл біздердікі. Белгілейін деп отырмыз да, 40 жылда енді сәл болса да өзгерістер болады. Сол шама осы 30 жылымызда, 40 жылымызда, 50 жылық, 60 жылық, 70 жылық шамалы өзгереді. Жүктілік жақсы басылады. Өткен 10 жыл назад қайтсақ, 10 жылдық бердік қой, ол кезде мына ескі өзіміздің негізгі мектеп сол ыстық түйіледі екен. Енді қазір өзге мектепке келіп тұрғаннан кейін, чуть-чуть басқаша бір-бірімізге сыбыс кетіп жатыр, пысылдап жатырмыз ғой. Өзіміздің мектеп жақсы еді, өзіміздің мектеп жақсы еді. Дегенмен таза мектептен таза мектеп, оқушылардың несі ғой жағдайы. 21-ші ғасыр неге заманға сай керек қолайлықтардың бәрі жаратылған, жарық бастысы. Біздер енді сол 10 жылдықта мен оқыған жылдары біз енді анау мерекелерде сахнаға неге шығамыз ғой. Сонда қысылғаным, ана колонка тасимыз, біреудің үйінде усилитель бар ма, DVD бар ма, сонда класстастармен ойнаған ғой. Ана біз қысылатын едік, мектепке бір колонка берейікші. Сөйтіп сол кезде бір колонка әпердік енді. Ол кезде 10 жылдықта ондай бас қоса бермейміз, жаңа бітірген кездер ғой. Сөйтіп әперіп алып, бір баныз болса Гүлбақар апайдың үйіне барамыз ғой. Бізде түсініпші, жаңағы баяғы әперген колонканы беріп тұрасыз ғой. Сөйтіп жаңағы новый годтарда болып себеппен поздравить етеміз. Бірінші поздравить етіп отырып қасында, бірге шайын ішіп, Байрам ағамен қасында отырып, сөйтіп тұрып астен жайлап сұраймыз ғой. Баяғы біз фотография колонка болады ғой. Барыңызға, енді ол кезде бір соқпады ме? Ойбай дейді, ақпы көрек бере салады, негізі былайша дейді, әперді қой, сұрау қойды. Мен сондай бола, самат екен қарамызда алып кетеміз. Енді бұнан ешкім алып кете алмайды. Келіп су, бір стақа су ішуге рұқсат енді ол тұрады. Балдар ішкен айкен күші. Балдар оқып жатыр дұрыс. Мына Ташығұлова Дина апай бізді бастауыш сыныпта оқытты ғой. Мен қызымды оқытты да. Сөйтіп мен қызым айтқан ғой, мен сен әкеңді оқыттым. Мен қызым келеді, көке сен сондай оқыттым ма дейді. Мен апайым ғой. Суғырова Жанат деген мысалға бізді оқытты ғой бәрі. Солар енді қыздарды оқытады. Сен әкеңді оқыттым, сен не деп айтады ғой соған сізді оқыттым ма деп келеді да. Енді сіз беріп айтса, ол кезде болмай қалады. Рақытаймыз ғой. Мен өзім ол кезде момын едім, бірақ ешкім. Мамам, папаң қандай еді сенің? Сен де сондай болуың керек. Сондай ақ айтады ғой, оқыттым ғой деп. Сіздер де айтамыз, сіздер бар болықта. Ешқайсыңыз жаман болмадыңдар ма? Жаман нәрсе айтып тұрған. Сондай бәріңіз жақсы дәрептеріңізбен көрсетіңдер. Мінекей, азырам мына қатарластарыңыздың мектеп бітірушілердің алда жүрсіңдер, былай қарасаң. 10 жылқы да келіп жатсыңдар, неге 20 жылқы да келіп жатсыңдар. О, келмегендер көп мына жерде. Дұрыс. Бәріңізге де сол мектепті сағынып, мектеп деп келгендер үшін мектеп мешіт дейміз ғой. Ұмытпаң ешқашан. Ұстаздарыңыз айтып жатсыңдар, ұмытпаң ешқашан. Сол ұстаздар сендер осындай дәрежеге жеттіңдер. Берекетті. Сондай дәрежеде болғанда ұстазды енді сіздің сөз емес, ол ата-бабаның сөзі. Ұстаз атаңдай ұлық. Мысалға қадірлей білу керек. Біздер енді сол кездерде жасыл болдық. Мен өзім айтады енді, мектепті желкем шұқыры көрсін, 9-ды бітірсем келмеймін деп ше. Колледжге барасың, тіп аңсайсың ғой бәрін. Әр ауылға демалысқа келгенде мектепке барғым келіп жаңағы. Сондай дүниеде болады. Жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қондыз зердеме үйреткен ей қырық екі әріп.
парта мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны. Бала шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сүркөйлек ақпар тұқпенен келуші қыздары сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Ассалаумағалейкум, неге құрметті оқушыларым, үшкепсіздеріне мектеплерді сағынып, әрқайсыңыз өздеріңіздің орындарыңызда отырып, неге өздеріңіздің параларыңызбенен отырып, неге жайғасы бұрынғы дәуірлерді естіп отырған шығарсыздар, мен көз алдыңызда отырып отырған шығар, мен қуаныштымын. Алдыңғы бұрынғы мектепте оқығандай болып отырса қазір мен уже бір жаңағы айтады ғой, бұл жаңағы үлкен болғанмен адамның көзі өзгермейді. Соның үшін көздеріңізден баяғы балалық дәуірдегі, оқушы дәуірдегі көздеріңізді көріп тұрған жанып тұрған көздеріңіз. Әңгімеңізге сол денсаулық осы кәсіптеріңіздің әңгімеңіз дамыталып, әңгімеңіз әрбір шаңырақтың иесі сол шаңырақтарын шайқалмасын, жақсы күндеріңіз көп болсын. Біздерге тек айтатынымыз сол жұптарыңызбенен жақсы күндерді көріп, бала шақтарыңыздың жақсы күндерін көріп, қуаныштарын көріп, жетіскендерін көріп, бақыттың ауметтерін көріп жүре беруге себепсін әрі жансымен. Мектебімізге басқа 30 жылы, 40 жылы, 50 жылы, 60 жылықларда да сол бірге кездесу әлемізге несіп етсін. Сау болыңдар, саламат болыңдар. Құрметті жігіттер, қыздарым, 20 жылды бітіргенімізге де бас болсын. Сол алыстан, жақыннан бәріміз жиналып қуанып жатсаңдар, құтты болсын. 20 жыл дегенде аз уақыт емес, әрқайсыңыз бір кәсіптің маманысыңдар. Ардақты әкесіңдер, аяулы анасыңдар. Сол ұл өсіріп жатсыңдар, қыз өсіріп жатырсыңдар. Бәріміздің жетіскендіктеріміз бар. Сол бәрімізге амандық тілеймін. Сауаптары мықты болсын. Осындай жылдар өтіп, бір-бірімен кездесіп, достықтарымыз таусылмай кездесіп, осылай бірге жүру бәрімізге нәсіп етсін. Бүгін құттықтаймын. Міне көзді ашып жұмғанша 20 жыл уақыттан өтіп кеткен екен. Көргеннен өте қуаныштымын. Елге белгілі азаматшалар болып жетіскен екенсіздер. Дайым сол денсаулықтарыңыз мықты болсын, жүздеріңізден күлкі айырылмасын, кеудеріңізден қуаныш айырылмасын. Әрқашан сол осындай 25 жыл, 30 жылда да амандықта бас қосып жүре берейік. Алдыңызда аман болың. Қандай маман иесі, қай жерде жасайды? Мен Дәулет Мұратова Санабар. Осы мектепте 1995 жыл 1-ші сыныпқа келіп, 2004 жыл 9-ші сыныпты бітіріп кеттік. Мінекей бітіргенімізге де 20 жыл уақыт өтіпті. Бірақ енді класстастарды көріп, класстас қыздарды көріп, класстас балдарды көріп, баяғысы бәрі ешкім өзгермеген, сол тұрысы бәрі ата-ана болып жетіскен. Мен тұрмысқа шыққан жерім Қоңыратта. Құдайға шүкір, бір ұлым, бір қызым бар, перзентім. Жұмыс істейтін, біткерген мамандығым медтехникум, істеп жатырған жерім теміржол санэпидстанцияға істеп жатырған. Не қылдаймыз? Болған? Ұстаздарға рахмет, біздерді оқыты, осындай дәрежеге жетіскендіктерге жеткізген үшін бәрі. Мінекей Тұрсынбай айтып кетті, Тұрсынбай айтқандай ата-ана болып, біздер ұстаздардың қадірін білдік. Бала оқыту аңсат емес. Даже репетиторға да беріп қойдық та балдарымызды. Сондай. Рахмет бәріңізге. Тоқтау Серікбай, осы мектеп бітіргенімізге
20 жыл болып қалыпты. Бас қосыпны барлығымызды көріп, бірімізді қуанып, кешеден бері әйтеуір шулап жатыр. Жар жақтан жиналасына 20 жылдан бері көрмегендер бар мына жерде. Барлығы жақсы. Мен өзім Ақтау қаласында тұрамын. Мамандығым водитель. 3 баланың әкесімін. Грузовик урайден. Мұғалімдерге рахмет. Сау болыңдар, осы күнге жетілген оқыттан айқай-шудың арасында болды. Да болып жатыр. Тентекте болған шығармыз енді. Бала оқытып алған сәт емес қой, бәрімізді көріп жатырмыз. Әке болып үйде айқай сол. Екеуі бар. Рахмет, мың алғыс. Бір әріп үйренген адамға жыл сәлем берген әйелі сәлем беремін ұстазларға. Класстастар, балдарға бәрін көріп қуаныштымын. 20 жыл бұрмайтына келіп қалғаннан мен Мұңат районында жұмысқа шықтым. 4 баланың анасымын. Қазіргі жағдайда мектепке шейінгі балабақшада тәрбиешіміз. Бәрімізге құтты болсын, оң болсын. 20 жылдығымыз ұстаздардың бәріне рахмет айтамыз. Айтып мен дайындалмаған. Ақтөбе қаласында тұрамын. 2 баланың анасымын. Точно сені бар. Бітіргенімізге де 20 жыл болды. Қуаныштымын, бәрін көріп жатырмын. Апайларға рахмет. Оқыған мамандығымда школе, бірақ жұмыс жасап жатырмын, кондитер болып. Мен Ишана Бахар, сыныбында 2004 жыл бітіріп, Қазақстанға мен Ишана Бахар 2004 жыл 9 сынып бітіріп Қазақстанға кеттім. Содан Қазақстанда оқып, арарата сол жақта қалып жұмыс жасап, тұрмысқа шығып, 2 балам бар. Ойбай, барлығымызда сол баяғы балалық шақтар кезімізді еске алып, бір мәз болып қуанып қалдық. Рахмет, осындай кездесуді ұйымдастырып жатқан жігіттерге, қыздарға барлықтарыңызға рахмет. Бұйырса Алла қаласа осындай жиындарда кездесіп тұрайық. Сынып жетекшіміз Мадина апайға көп рахмет. Апай өзгермегенсіз, бірақ мен танымай қалғаныңызға ренжіп қалдым деймін ба? Сіз таныған екенсіз ғой, директор мен танымай қалған екен ғой, сөйлесіп отыра береміз, лагердің музыка кетеді. Мектептерімізге 20 жыл уақыт өтті. Бәріңізге рахмет, оқытқан, осындай дәрежеге жеткізген. Қазақстанға көштік, қазір жұмысымыз бар, Аллаға шүкір. Көрін жоқ. Сөйлестамыз ғой, бәрімізді. Солымыз бар. 2 баланың ғана әкесі. Ешкім өзгермепті, сол баян қалпы. Сіздерге көп Алла разы болсын.
Ассалаумағалейкум бәріңе де баршаңызға. Мына мұғаліміміз Майдина апа, ассалаумағалейкум. Сонда келіп бас қосып 20 жыл кездесіп келген екенбіз. Бәріңе де рахмет, молодец. Осы жиналып бәріміз 20 жылда көрсек, жан-жақта келген қонақтарға өзіме келер үшін Ақшолақ поселкасында осы жерде туылдық, бәріміз де осы жерде оқыдық мектепте. Өзім осы Ақшолақ ОМГ-де жұмыс істеймін. Связь тарауында істеймін, электромеханик болып. Құдайға шүкір, келіншегім бар, 4 балам бар. Бәрі маған ұқсайды десе. Ол да Алланың берген ғой. Уже іш пайдаланбайсың. Осы мына келіп жатырмыз ғой, мына мұғалімімізге де рахмет. О не болды саған? Осындай тәрбие беріп, осындай жігіт қыздарды жетістірдіңіз. Иә, бәрі де барлықтарыңызға да жақсы өтіп беруді несіп етсін. Бәрінде үйлерінде той болсын. Біздің тағат жалғастырып. Бәріңіз өздеріңіз туралы айтып жатырсыңдар, семьяларыңыз туралы айтып жатырсыңдар. Балалар саны не қылмасыңдар? Әлі сол тұрсыңыз, бәріңіздің. Тұрсынбай әлі сол баяғы несі қалмаған. Бұл әлі сол баяғы рахат бар әдемісіңдер әлі бұрынғыдай жассыңдар. Осындай болып жүре беріңдер, жұптарың жазылмасын, кездесіп тұрыңдар. Бәріңіз. Және осындай 20 жылдан кейін, 30 жылда, 40 жылдықта да кездесіп, орындары жоғалмасын. Бәріңіз. Осындай кездесіп жүре беріңдер. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусаны мен жуасай бұрқыраған ауылым. Биік-биік шыңғызға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Әнмен таңды аттырып, ән салдырған ауылым. Сары қамыс сапырып, тамсандырған ауылым. Әнмен таңды аттырып, ән салдырған ауылым. Сары қамыс сапырып, тамсандырған
түнді ұшып атып шелек созған ауылым ай көрмесем құмартып жүрек қозған ауылым көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым Балалар айтыңызшы. Жақсыңыз Құдай мына 20 жылыңыз өзіңіз құтты болсын. Басыңыз бірігіп жүре берің. Оң бола берсін. Оң бола берсін бәріңізге. Hoş geldin. Hoş облысында жайғасқан нөмірі 31-ші орта мектептің 2004 жыл біткерген түлектердің 20 жылдық бас қосу мерекесі құтты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар бүгінгі мерекеміз осы болсын. Шапалақ қошеметтеріңіз. Шапалақ қошеметтеріңіз. Какой привет, такой ответ болсын. Ал ағайын туыстар басын дейік сәлем бер.
Бәрекелді, алдымен ардақты ұстаздар, қадірменді қонақтар, құрбы құрдастар, ең алдымен сәлем сөздің атасы, сәлем сөздің анасы деген. Басымызға бақ қонса Алла қалап, бақытты бағылаған ол да ғажап. Аспан астын жүрісін тойғып жүрген, ассалаумағалейкум, арда қазақ деп тағы да бір амандаспайық. Уалейкум ассалам демесеңдер де, ду бол, шабала құрып қойсаңдар жетіп жатыр ағай. Ал енді ардақты ұстаздар, қадірменді қонақтар, бүгінгі осынау бес қаланың бірі болған Қоңырат қаласында Қыртыс поселкесінде жайласқан нөмірі 31-ші орта мектептің 2004 жыл біткерген түлектерінің 20 жылдық бас қосу кешіне қош келдіңіздер. Олай болса, баршамыз орындарымыздан тұрып, мынау есікке қарай жүздеріңізді бұрып тұрып, аямай шапалақты ұрып тұрып, бүгінгі кешіміздің аққулары, авторлары 0088-дерді той төріне қарсылайық. Ағалар, мұсылманша айтып жатырмын, орындарыңыздан тұрып, той иелеріне деген құрмет қой. Бая сіздердің уақытта тұрған шығар. Тұрайықшы, ұстаздар, орындарыңыздан тұрып. Жандарың, тойға келдіңіздер ма? Бірақ ауыз ашарға келген адам сияқты отыра біледі екен. Орындарыңыздан тұрып, мынау есікке қарай жүздеріңізді бұрып тұрып, осы 31-ші мектептің 2004 жыл біткерген түлектерінің 20 жылдық бас қосу кешесі құтты болсын деп, қол соғып қошеметтеп, той төріне 88-дер, молодец! Шапалақ қошемет айқын! Қырғыз поселкесі нөмірі 31-ші орта мектептің 2004-ші түлектеріне қонақтар, өздеріңіз бір шабала ұрайықшы. 2004-нің түлектері 88-дер, бүгінгі 20 жылдықтарын құтты болсын, 30 жыл, 40 жыл, 50 жылға да осылай бас аман бауыр бүтін жетіре берсін. Қонақтар, рахмет, Алла разы болсын. Орындарыңызға отыруға рұқсат. Құрбы құрдастар, келіндер ма артта тұрған? Вообще молодцы, супер. Құрдастар, төрлетеміз. Ал 88-дер баршаңызға мәлім, бізге бұлай үйреткен ұстаз екінші ата-анаң деп. Дұрыс па? Ол мектептегі ата-анаңыз. Бір әрі үйреткен ұстазына 40 жыл сәлем бер деген. Ортамызға ұстазы еткен жалықпас үйретуден балаға деп болса 88-дерді 9-шы класынан кеткен ардақты ұстаз апайымыз Асанова Мадина апамыз болса, және де нөмірі 31-ші мектеп директоры
Гүлбахар Шамратова апамызды және де 31-ші мектептің ұлағатты ұстаздарын баршасын атын атамай түрін түсемей мен ұстазбын дегендер. Осы Гүлбахар апамыздың басшылығындағы нөмірі 31-ші мектептің ұстаздарын ортаға шақырамыз. Және де Асанова Мадина апайымыз 9-шы класс кеткен. Барша ұстаздарымыз алып шығайық Гүлбахар апа. Маэстро! Нөмірі 31-ші орта мектептің ұстаздары Мадина апамыз қайсы 9-ды бітірген. Құдай жаңағы қуанышыңыз құтты болсын. Мадина апа көзіңізді ашыңызшы. Өзі сондай ма? Құдай қатты күлсе көз жұмылып қалады деген апайыңыз. Шапалақ ұрып қойыңыздар апайларыңызға. Ал ұстаздар қуаныштары құтты болсын. Әрбір ұстаздың мақтанышы ол шәкірттері дейді. Қазір мінекей 20 жыл уақыт араға салып сағынышып мектеппен қауышып жатыр. Әр қайсы әр саланың маманы, Аллаға шүкір, мақтансаңыздар болады шәкірттеріңізбен. Ал ұстаздар, сіздерден рұқсат болса, өліні тірі сыйламай ел болмайды. Кім өліні сыйласа, кем болмайды дейді. Микрофоны сәл ескін аласың ба? Сондықтан осы 31-ші орта мектептен өткен ұлағатты ұстаздарымызды ең алдымен еске алып алғанымыз жөн болар. Қадірменді қонақтар, құрбы құрдастар, сіздерден бір өтініш, орындарыңыздан тұрып, осы Қырғыз поселкесінде жайласқан нөмірі 31-ші орта мектептің ұлағатты ұстаздарын бір еске алайық. Ең алғашқы осы 88-дер мектептің табалдырығын аттаған кезде қағаз қалем ұстатып алғаш әріп үйреткен ұстазы Рабаева Марзия апайымызды және де Зинаида Йолдашева ұстаз апамызды, сонымен қоса Қалбаев Рахман ағайымызды, Рахматов Мұхаммедқали ағаларымызды бір минут тыныштық сақтап еске алғанымыз жөн болар. Орындарымыздан тұрып ұлағатты ұстаздарымыз алғаш қағаз қалем ұстатқан Рабаева Марзия апайымыз, Зинаида Йолдашевна орыс тіл апайымызды және де Қалбаев Рахман ағайымыз, Рахматов Мұхаммедқали ағаларымызды бір минут тыныштық сақтап еске алайық. Жүрің деп, тойда бір ойнап күлім деп, бар болғанда арада тұрмас беді күлім деп, сұм ажал келіп, бүгін мінекей 20 жылықта мархұм ұстаздарымыз көрінбес. Мархұм ұстаздарымыздың құрметіне шәкірттері бір қол соғып қошеметтеп қойайықшы. Жатқан жері жақты топырағы торға болсын. Момин мұсылманға тие берсін, тірі инсанға жүріп бере берсін. Ал ағайын туыстар, құрбы құрдастар, орындарыңызға отыруға рұқсат, Алла разы болсын. Ұстаздарымыз қуаныштарың құтты болсын. Мынау шәкірттеріңізбен мақтансаңыздар болады. Манада айттық, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп. Мына айтады, мұғалімге дейді 88-дер. Мұғалімге тоз берсең 45 минут ойланып айтады дейді. Шаштаразға тоз берсең қайсысымен қайрағын айтады дейді. Сөйлей алмайтынға тоз берсең қайрайдағын айтады дейді. Осылай ұстаз аналарымызға тоз берсек, нағыз тоздың қаймағын айтады деп, 31-ші орта мектептің ұстаздарына бір қол соғып қошеметтеп, Гүлбахар апамыздан ақ тілектерін ақтарсақ. Қуаныш құтты болсын. Ассалаумағалейкум, неке құрметті оқушыларым, қызлар, балалар. Неке бір майданда 20 жыл өтіп, уақыт өткенді білмей қалыппыз. Неке үлкен азамат, жігіт қыз болып, әр қайсыңыз бір семьяның басшысы, қосшысы болып, неке бой жетіп,
шырайласып бүгін өзгеше көріп бақшылап тұрсыздар осы кешемізге. Бәріңізге мына байрамдарыңыз құтты болсын. Өмір жазыларыңыз ұзақ болсын. Келешекте жақсы кәсіп иелері болып, енді кәсіп иелерісіздер ғой, келешекте сол кәсіптеріңіздің жақсы маманы болып, әрқайсыңыз жақсы инсан болып, жақсы перзент болып, жақсы ата болып, бақытлы ата болып жүрулеріңіз, ата-ана болып жүрулеріңіз есе берсін. Мына өсіріп жатқан балаларымыздың ешқашан жаманлығын көрмеуіңізді тілеймін. Хаммақты сол осы балаларымыздан перзенттеріміздің қуанышына, жаңалықтарына, жетіскендіктеріне бір мақтанып, қуанып жүргейсіздер. Көздеріңізден ешқашан қуаныш кетпесін. Сол осы көріп тұрған азыр көпшілігіңіз Қазақстаннан келдіңдер. Ауызбіршілігіңізге көз тимесін сіздердің. Бағанада айтып өттім, 10 жылдықта да мектепті қадірлеп, ұстаздарыңызды қадірлеп, жақсы тілектеріңізді айтып, бір-біріңіздің болған жақсы уақияларыңызды айтып өттіңдер. Сол мәңгі болсын. Мектепті ешқашан ұмытпаң, осындай ұстаздарыңызды ешқашан ұмытпаң деп қаламын. Ата-ана болып, жақсы мейірбан ата-ана болып жүре бергейсіздер. Әмеңіз кәсібіңізден қамалтау. Сау болыңдар, аман болыңдар. Бәрекелді апай, айтқан тілек батаңыз қабыл болсын, періштен құлағына жағылсын. Ал енді ортамызда 9-шы класты бүткерген класс рулыңыз Мадина апайымызға бір қол сол қошеметтеп біздің етімізге микрофонысына. Жаныма қуанышыңыз құтты болсын. Мінекей балдарыңыз араға 20 жыл салып сағынышып мектеппен қауышып жатыр. Балдарыңызға келген қонақтарға деген ақ тілегіңіз. Ассалаумағалейкум. Кештің қонақтары, құрметті жігіттеріміз, қыздарымыз. Бүгін 20 жыл бітіргенбіз, мектепті бітіргенбізге 20 жыл болды деп қуанысып, осылай бас қосып отырсыңдар. Құтты болсын. Әрбіріңіздің семьяңызға тыныштық, амандық тілеймін. Кәсібіңізден камалдау, үлкен азамат, жігіт қыз болып жүре беріңіздер. Не ойлаймыз? Барлық осылай кездесу несіп ете берсін. Ал енді ұстаздар, мен сіздерге ақыл үйретумен келісіп пішкен доны келді болмас дейді. Арамыздан жас үлкен ұстаздарымыз сөйлеп, жастарымыз қосылса. Бәрімізге бір тілек, бәрімізге ақ тілек қой. Сондықтан ветеран ұстаздарымыз осы 88-лерге кезінде сабақ берген ұстаз апайларымызға тілек берейік. Жақындайық, жатырқамайық. Апа, келе беріңіз. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Мына шәкірттеріңізге деген ақ тілек батаңыз. Ал не дейміз, балаларым, қызларым, міне бір заманда 20 жыл өтіп кеткен екен. 20 жылдықтарыңыз бәріңізге құтты болсын. Құдайым сондай болып, бәріңіз бірге жүре берің, жұмыңыз жазылмайды. Ассалаумағалейкум, құрметті әзіз оқушылар. Міне бүгін бір заманда 20 жыл өтіпті, 20 жылдан кейін бас қосып, ауызбіршілікте осындай болып кеше үйіштіріпсілер, кешелеріңіз құтты болсын. Балаларыңыздың қызықты күндерін жұбайларыңызбен тең көріп, тең қартайып жүрің. Şu балаларыңыздан бір мұғалім қылып шығарыңдар, сіздердің тұрған тәртіпсіздеріңізді мұғалім қандай болатынын білсін. Лекен сіздердің балаларыңыздан оқытып жатырмыз енді. Аман болыңдар, ең жақсы күндеріңіз осындай болсын, сау болың. Шабылар қошеметтеріңіз. Аға сізді күйдірді деймін кезінде бұлар, тәртіпсіздіктеріңіз деп айттыңыз ғой. Ал қалыңдарымыз қосылыңызға мектеп завуч қайсы? Завуч сөйлесің, құдай, сіз ба? Есіңіз кім? Сақыпжан. Сақыпжан ау? Прическа өлтіріп жіберсін апай. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Осы шәкірттеріңізге деген ақ тілегіңіз. Кеш жарық, құрметті шәкірттерім, мінекей бүгін көзді ашып жұмғанша 20 жыл уақытта өткен екен. Міне сіздердің осы елімізге белгілі азаматшалар болып жетіскеніңізден өте қуаныштымын. Сіздердің жетіскендіктеріңізді көріп біздер және де жасауға әрекет жасаймыз. Әрдайым сол жүздерге
айрылмасын, күйеулеріңізден қуаныш айрылмасын, сол қуаныштарыңда, жақсы күндеріңізде бас қосып, әрдайым нәсіп етсін. Шабалақ қошеметтеріңіз. Ұстаздар қосылаңыз ба? Қалғандарыңыз қосылаңыз ба? Тағы ертең патрат шығарып жүрмек, ана 88-20 жылдығына шақырған тамадасы анаума бізге тос бермеді, анау мынау деп айтып жүрмеңіздер, иә? Бүйтіп айтатын болсаңыздар, азында ерте тұрып әкіметке барып заявление жазың десін. Ұстаздар айтқан тілек баталарың қабыл болсын. Мына шәкірттерінің бақытына сіздер аман болыңыздар. Сіздердің бақытыңызға мына шәкірттеріңіз аман болсын. Апа қосыласыз ба? Құдай түрі айтатын адамға ұқсап тұр, бірақ жаным апа келіңізші. Атыңыз кім? Дина. Дина? Құдай Дина апаға шапалақ жоқ па? Дина апа сіз бар ғой, мұғалім емес, андай қымбат клиниканың главврачына ұқсайсыз бар ғой. Андай қымбат клиниканың главврачлары болады ғой, шырылап өлтіріп алдық дейтін, е? Содан алмайсыз, Дина апа. Шәкірттеріңіздің қуанышы құтты болсын. Балдарыңызға деген ақ тілегіңіз. Ассалаумағалейкум. Құрметті оқушылар, сіздер әрдайым оқушымыз болып қалдыңдар. Мына беріп жатқан 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Одан әрі да 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жылдықтарда мерейтойлар несіп етсіңдеріңізге. Мына сендердің семьяларыңызға бақыт, белгілі бір шаңырақ, белгілі бір отбасы болып жүре беруіңізге тілектеспін. Аман болыңдар, сау болыңдар, әрдайым осындай жақсы күндерде кездесу несіп етсін. Тек қана осындай жақсы күндерде жүре беріңдер. Қалаларыңыз қосылыңыз ба? Сіздердің естеріңде ма? Бүкіл мұғалімнің прическасы осындай болады, төбесінен түйіп алады ғой. Учительский кіріп қалсаң бәрі осындай. Маған бар ғой, сіз сияқты тойға келіп андай қабағын түйіп отыратын апалар бар ғой, содан гөрі сіз сияқты мынандай шашын түйіп алатындар ұнайды апа. Қуаныш құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Ұстаздар, қалғандарыңыз қосыламыз ба апа? Түріңіз айтатын адам ұқсап тұр бірақ. Қосыламыз ба? Қосылатын болсақ, мына балдарыңның бақытына сіздер аман болыңыздар. Сіздердің бақытыңызға мына балдарыңыз аман болсын. Осы балдардың 30 жылдық, 40 жылдығында да осылай тілек айтып, тойды ашып беру несіп етсін. Ал енді сіздерге тілектеріміз Майдабай 60-тан асып өтіп, 70-тен мама желпіп өтіп, 80-нен апа сілкіп өтіңіз, 90-нан толғып өтіп, 100-ден апай жүзіп өтіп, 110-нан отырып өтіп, 120-на жапырып өтіп, 130-дан секіріп өтіңіз, 140-та апа 40-ып өтіп, 150-ге ұрпағыңызбен аман есен жетіңіздер. Одан кейін кетіңіздер десең. Ал енді ұстаздар, сіздерге деген осы 88-дердің аз кем сый-сияпаты бар екен. Осы сыйлықты тапсыратындар екі жігіт ортаға келейікші. Әке, біреуіне. Мына жаққа келейік. Екі қыз чувствуй, позитивнее, мектепте үшпен оқыған, бірақ авторитет мықты қыздарыңыз. Кетіңіздер. Ал ұстаздарыңызға бір ауыз класстастарыңызға тілегіңіз болса, сосын ұстаздарға рахмет айтып, сыйлықтарыңыз табыстайды. Кім бастайды? Қыздың жолы жіңішке, тәке, жігіттің жолы қотыр-қотыр дейді. Қыздардан бастайды. Арасында ең әдемі, ең сұлуы өзің баста келin. Не дейміз, міне бүгінгі себепшіміз жиналғымызды міне мектепті 1995 жыл 1-ші классқа барып, 2004 жылы бітірдік. 20 жыл болыпты. Ассалаумағалейкум әмеңізге. Осы 20 жылды ұйымдастырып отырған жігіттерімізге де рахмет, әмеңіздің басымызды қосып, осы дәрежеге әкелді. Ұстаздар, мінеке рахмет, сіздерге де көп сіздердің минетіңіз, мінеке бәріміз ата-ана болдық, балалы болдық, балаларымызды мектепке беріп, мінеке сіздердің қадірлеріңізді біліп жатырмыз. Расын айтсақ, бала оқыту мақсат емес. Көп рахмет. Әркім өздерінің белгілі бір кәсіп иесі болып, бір қожалықтың иесі болып отыр қазір. Рахмет сіздерге көп. Бүгінгі мерекемізге қош келіпсіздер. Осындай мерекемізге уақыттарыңыз бөлгеніңізге көп рахмет. Біздердің осындай жетістіктерге жетіп жүргендеріңіз сіздерге мың алғыс.
толқып кеттім де қазір. Барлықтарыңа рахмет. Өткен тентек болдым мойындаймын. Сіздердің арқаларың. Енді біз бала шаға болғанмен білесің ғой. Бір үйдің баласын оқытудың өзі қандай екен. Рахмет сіздерге. Мың алғысымыз шексіз. Сіздердің арқаларыңыз осы күнге жетіп, осындай дәрежеде болып бас қосып жатқандарыңыз. Мына ауылда жігіттер сіздерге де рахмет. Қызмет етіп, жүгіріп жауытып жүргендерге барлықтарыңа рахмет. Мына қонақтарымызға да келіп жатқан бір жыл төменгі, бір жыл жоғарғы достарымыз, бір жас тең жас қой, екі жақта достарымыз болғандықтан шақырып отырмыз. Сіздерге енді кішігірім сыйлығымыз бар. Толықтым айта алмаймын. Соны тапсырамыз, бірақ енді сіздерге аздық қылады. Менің ойым, сіздер одан да үлкен заттарға лайықсыздар. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Құрметті қонақтар, мұғалімдер, мына 20 жылда келіп қалды оқу бітіргенімізге бас қосып қуаныштымыз. Сіздерге де мың алғыс. Сенді қонақтарымыз болыңыздар. Мына әриолықтан келіп бәрін қосыламын. Мына енді асан көптен осы аздар болыңдар. Сыйлығымыз бар еді. Соны тапсыруға рұқсат етсеңдер. Рұқсат жоқ деп айтылмай, не болды? Мұғалімдерді көріп қалтырап сөйлей алмай отыр қалар. 88-ден бір шабыла бұрайықшы, толқып тұрмыз. Сыйлықтарды салып келейін. Сыйлықтарды салып келейін. Ұстаздарымызға деген 88-дердің сыйлықтары шабыла қошаметмен. Естелік болсын. 2004-тің түлектерінен сіздерге сый сияпаттар. Ұстазым менің ұстазым. Сен ашпасаң бекер едім, өмірден сыбағасыз кетер едім. Шабыла қошеметтеріңіз 2004-тің түлектері 88-дер 31-ші орта мектеп. Бізді Мадина апайымыздың жұбайы тоже мұғалім, физрук, жараса ағайымыз келмей қалыпты. Белгілі бір себептерге соған кішігірім сыйлығымыз бар, қол сағат. Соны апайға тапсырайын. Апайға тапсырсын. Мадина жұбайыңызға сыйлық. Шабала 88-дердің атынан. Ал, осылай тек қана ұстаздар осылай тұрып бір фотоға түсейік, одан кейін ана жер тәтті болсын. Бірінші басын оқытқан апай, сән бер. Тоқалайын деп отырсың апа. 9-шы класста оқытқанда келіңізші. Сосын мектеп директоры келсін, ана сағат бере тұр. Осы екісі кесіп берсін. Ал, бүгінгі 20 жылдыққа нөмірі 31-ші орта мектептің 88-дердің 2004-те бітірген түлектерінің 20 жылдығына дайындалған торт тағамы. 88-дер поддержка! Атылмайды дейді. Поздравляем, деген сияқты. 1, 2, 3, 20 жылдық құтты болсын!
тек қана бір кусок кесіп берсеңіздер, қалған бәрін официанттар стол басына жайғастырады. Ал үйдің стол ұстасын. Директор екенде қолынан ұстай алмайсыз ба? Жаннада 2004 деген жақтан келсінші. Ал ұстаздарымыз торт кесейін деп жатыр, шәкірттер шапалақ қайда? 20 жылдық кездесу торты. Мектеп директоры және де 9-шы класты біткен классрумымыз. Осы торттай өмірлері тәтті болсын. Қалған торттың бәрін официанттар өзі кесіп, стол басына алып келіп береді. Біз бүйтейік. Шәкірттер, ұстаздарымызды ортаға бір әрекет билейміз, одан кейін орындарыңызға отыруға рұқсат етеміз. Қыздар ки, екі өсек айтылады, не деп айтыр? Шашын қаншаға істеттің дей ма? Осы кезде ма? Ортаға шығып, ұстаздарды биге алып шығайық. Жігіттер, қолында сыйлықтарды столына апарып қойыңызшы. 33-ші ретте 88-дері 20 жылдық құтты болсын! Bir sınıftan bir sınıfқа бірге көшкенбіз, түлен үшін сол мектептен жан-жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп естеміз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенмен, өткен 20 өткенмен, қайырлықтай кезіп бірге оқылған, енді міне кездесіп қайта мектепте. Өткен 20 өткенде қайырылмай кезіп бірге оқыған, енді міне кездесіп қайта мектепте. Ес алысып әңгімені қаламдырды, класс болып қарғырған айлы түндерді, бірін ана бірін әке болғандармен, жүздерінде әлі тұрғанып берген. Aramız, Allah'sın biz kalan kınarlarımız, hatalarımız azaymay birge olayır, ama olsun can dostlarım aşağımız. Sonunda şirma şoğu vakti ötürme, ötür avcımca şirma ötürme, kaybından geçsin birge olayır, yedirme yezdesine fayda bildirme.
құрметті 88-дер орындарымызға отырып жайғасып, кішкене ішіп әлденіп алайық, артынан тағы да осылай биімізді жалғастырамыз. 20 жылдық құтты болсын. Төрлетейік, ұстаздар. Құрметті 88-дер, 20 жылдық иелері, төрлетіңіздер. Алдарыңызға жаңа ғана ұстаздар өз қолымен кескен торт тағамдарыңыз келіп жатыр. Сол торттай өмірлеріңіз тәтті болсын. Алдарыңызға тартып етілген торт тағамнан алып отырыңыздар. Ал енді құрметті ұстаздар, ардақты қонақтар, және де бүгінгі кешіміздің иелері, құрметті 88-дер, бүгінгі 20 жылдықтарың құтты болсын. Алдарыңызға тағамдардың әр түрі, салаттардың түр-түрі келіп жатыр. Алып жеп отырыңыздар, тәбеттеріңіз ашылсын. Мынау тағам үстінде билеп алсақ олдан қайсыз, сондықтан сіздер үшін ескі әндерімізден қабылдаңыздар. Мереке құтты болсын. Білетіндер бар болса 88-дер, қосылып отырайық, ардақты ұстаздар, қонақтар.
болсын, алдарыңа ас қойдық, аспен қоса бас қойдық, ауыздарың дәмде, құлақтарың дәмде болсын деп, мыналарында тарту етілген шампандардың басын шешіп, винолардың төбесін тесіп, арақтардың мойнын кесіп, 152 граммнан ішеп, арақ ішкен оның бірі, ол да спорттың бір түрі дейді ағайын. Бір сөзбен айтқанда, алдарыңызда минерал су мен генерал су тұр, ұрттап отырыңыздар, еш қызбай, той қызбайды дейді. Астарыңыз дәмді болсын. Олай болса, қадірменді 88-дер, ардақты ұстаздар, сонау Қазақстандағы ұстаздарымыздың құттықтауы бар екен. Баршаңыз экранға назар аударайық. Экран арқылы осы 88-дерді оқытқан нөмірі 31-ші орта мектептің ұлағатты ұстаздарының поздравлениесі, яғни құттықтауын экран арқылы қабыл алайық. 88-дер қойшы. 88-дердің ұстаздары. Ассалаумағалейкум, құрметті шәкірттерім, ауылдастарым, балаларым, 2004 жылы бітірген қарлығаштарым, мерекелерің құтты болсын. Алла тағала берекесін беріп, отбасыларына амандық, ел халқымызға тыныштық берсін. Немере шөбересі Алланың берген жасын жасап, сол жұбайларымен ең қадірі Алла тағала нәсіп етсін. Аман болайық. Ассалаумағалейкум. Құрметті әріптестер, әріптестерімізге кездесуді құтты болайық, нашыға жақсы күткен осындай алдағы ауыстыра берсін. Отбасыңызға амандық тілеймін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Алла тағала тек жақсы күтімді сөйлеймін. Менің алғашқы оқушыларым. Біз сыныпта күнде кездескенде қаншама жылдар болды. Мен өзімнің ұстаздық жолымды ең бірінші сіздерден бастадым. Сол үшін сіздер маған ерекше қымбатсың, ыстықсың, жүрегімнің төбелерінің намазың. Мен сіздерді мақтанамын. Қазіргі таңда әрқайсыңыз әр саланың маманы болып, өз мамандықтарыңызға өздеріңіз қалаған армандарыңызбен, қуаныштарыңызбен батыл тілеймін. Және сіздердің жетістіктерге жетіңізге сенемін. Естеріңізде болсын, біздің құндылықтарымыз, сенім, тілектеріміз қашанда мәңгі болады. Мен сендерді жақсы көремін. Жетістіктерге жетіңізге тілеймін. Мен сендерді жақсы көремін. Тағы да кездесеміз деген үміттемін. Сіздерді жақсы көріп, өз қабылдаймын. Шабалақ қошеметтеріңіз ұстаздарымыз, өзіңе кеткен қыш жазам, алдырған ізің көргенім. Ұстазым менің. Басқа жоқ па болды ма? Шабалақ ұрып қояйықшы 88-дер ұстаздарыңызға. Ал енді ортада екі тілек болады, қалған тілектің бәрі отырған жерде болады. Құрметті 88-дер, өйткені той біз болғанмен уақыт Алланікі, бір сөзбен айтқанда уақыт Құдайдікі, ресторан бір байдікі деген сияқты ғой. Өздеріміздің алтындай уақытымыз алмай, ортада осы нөмірі 31-ші орта мектептің 2004 жыл бітірген түлектерінің, яғни 88-дердің алдындағы Асқартау ағалары 0087-ның қыз жігіттері болса, ортаға шақырайық. 87-лер құрмет қошеметпен ортамызда. 87-ның жігіттері, қыздары. Нөмір 31-ші
рахмет! Егемен шапалақ, молодцы! 88-дер, рахмет, Алла разы болсын. Мұғалімдер, шапалақ ұрып отқан ұстаздардың үйінде той болсын, ұрсаңдаршы